Біз 1992 жылы шыққан «Чужой өш» деген киноны қысқаша айтып береміз. Достар, барынша аяғына дейін көріп шығайықшы. Ал ендеше кеттік. Кино басында Рипли ұйықтап жатады. Содан олармен бірге еріп бір жабысқақ келген еді. Ол Риплидің аузына жабысуға дайын тұрады. Біраздан кейін Риплидің кемесі істен шығып, басты алып кемеден босап кетеді. Сосын аспанда қалқып жүріп, басқа бір ғаламшарға қарай бағыт алады. Ылғи еркектерге арналған қатаң түрдегі түрме еді. Тура сол ғаламшардың суына келіп кемесі құлайды. Сонда оны Джонатан Клеменс деген кісі байқап қалады. Бірден Риплиге көмектесуге аттанады. Жігіттер шыға қояды. Артынан бұлар өгіздерді шығарып, сол арқылы судағы кемені шығарады. Содан Гарольд деген біреу жерге хабарлама жібереді. Капрал Хикс әлгі кішкентай қызда мерт болыпты. Ал андроид Бишоп сынып шашылып қалыпты. Жігіттерге біраздан кейін Леонард деген қара жігіт шығады. Сосын халықпен сөйлеседі. Кейбірі бұл мекен жайда әйел адамның жүргеніне қарсы екен. Кейбіреулері болса көмек келген уақытқа дейін жүре тұрсын деп жатыр. Не дегенмен де Гарольд жерге хабарлама жібергенде осы Рипли тірі қалғанын айтқан еді. Ол жақтағылар тез арада Рипли үшін келеміз депті. Біраздан кейін Клеменс Риплидің қасына келіп дәрі-дәрмек бермекші болады. Сосын тез арада шашты алу керексің дейді. Бұл жақта шашымен жүру қиын дейді. Рипли сосын қалай осында жүргенін сұрайды. Клеменс болса аспаннан кеме суға құлады. Сізді алып шықтық, қалайда қалғандары тірі қалмады дейді. Рипли болса кемені қарап шығуыма боламы деп сұрайды. Сосын Рипли өзінің сынып қалған кемесін қарап, әріптестерін қызды еске алып жылайды. Кенет ол темірдің балқығанын көріп қалады. Дәл қышқылдың аққаны көрініп тұр. Рипли бірден шоши кетеді. Сосын қыздың денесін тексеру керек дейді. Морг жаққа барып, мерт болған қыздың денесін қарай бастайды. Енді ішін кесіп қараймыз дейді. Клеменс болса, жайма, не болды? Айтпайсыз ба дейді. Бірақ Рипли айтпайды. Тек қана ішін кесіп тексерейікші дейді. Болмаған соң Клеменс оның денесін кесіп қарайды. Бірақ тап-таза болып шығады. Біраздан кейін Гарольд келеді. Осы жерде бастық еді. Ол Риплидің осы жерде жайбарақат қаңғырып жүргеніне қарсы екен. Көмекке жерден адамдар келгенше барынша бөлмеде отырғаның жақсы дейді. Осы жердегі бір бұқаның жағдайы нашар болып өліп қалған еді. Екі жігіт оны ішке қарай кіргізіп қояды. Басқа жақта Леонард әлгі кемедегі мерт болған адамдарды жерлеп шығарып салуда. Бір кезде өгіздің ішін тесіп, бөтенің баласы шығады. Сосын қашып кетеді. Біраздан соң Рипли шашын алып тастайды. Кейін Клеменс одан тағы да сұрайды. Не үшін қыздың денесін ашпақшы болдың? Не іздеп жүрсің дейді. Бірақ Рипли айтпайды. Бір жігіт вентилятор жақта жүреді. Сонда ол бөтеннің терісін көріп қалады. Немене екен деп бір тесікке қарап жатқанда бөтен пайда болып оны шошытады. Жаңағы жігіт құлап кетіп қапалаққа туралып кетеді. Бірден бәрі бұл жерге жетіп келеді. Клеменс те келеді. Клеменс маңайдан бір түрлі сұйықтықтарды байқап қалады. Жігіттер болса уайымдай бастайды. Кейін Клеменсті Гарольд кабинетіне шақырады. Сосын сұраққа тарта бастайды. Әлгі әйелмен тым қатты көп жүресің дейді. Бұл әйел бірдеңе жасырып жүр дейді. Клеменс болса, мен бәрін сұрап көрдім. Тек біз білетінді ғана айтты. Кеменің құлағаның әскери топтың болған айтты дейді. Рипли болса, сынып қалған Бишоп андроидты тауып алады да оны іске қосады. Сосын сол түн ұйықтап қалғанда не болғанын көрдің деп сұрайды. Әлгі Бишоп, «Я көрдім» дейді. Ол түні бөтенің эмбрионы кеменің ішінде болды деп айтып береді. Ал ар жақта жігіттердің біреуін бөтен жеп қойып еді. Екіншісінің бет аузы қан болып шошып асханада тамақ ішіп отырады. Мерт болған жігіттердің денесін әлгі бастықтар көріп, мына асханадағы отырған жігіт жасады деп ойлайды. Оны ұстап алады. Жалпы бұл жігіттің сосын ауру бар екен. Басы істемей қуып кетеді. Осылайша жігіттерді өлтіріп тастады деп ойлайды. Леонард болса ақырын ғана одан не болған сұрайды. Ауру жігіт болса құбыжықты көрген айтып береді. Леонард болса, бұл жігіт ауру шығар, алайда ешқашан өтірік айтқан емес дейді. Бір кезде Рипли де келеді. «Я, бұл жігіт дұрыс айтып тұр» деп қояды. Сонда Гарольд қарсы сөз сөйлей бастайды. «Сізге кім бұндай билікті берді?» дейді. Рипли болса Гарольдқа қарап, «Сізбен жеке сөйлесек болады ма?» дейді. Артынан Рипли сол бөтен туралы құбыжықтың бар екенін айтады. Басынан кешкен бүкіл қорқынышты айтып береді. Бірақ Гарольд сенбейді. Риплидің басы істемейді деп ойлап отыр. Кейін Рипли мен Клеменс отырады. Клеменс болса, «Не болды, айтшы» дейді. Басқа жақта бағанағы ауру адам отыр. Бір кезде бөтен пайда болып, Клеменсті алып кетеді. Рипли болса бұрышқа тығыла қояды, бірақ бөтен қасына жақында болған тиіспейді. Асханада бәрі отыр еді. Рипли жетіп келіп бәріне ескертеді.
Гарольд болса, сіз тағы да бастадыңыз ба деп жатқанда, оны бөтен алып кетеді. Жігіттер сонда ғана шошып айғайлайды. Кейін бәрі не істейміз деп отырады. Басшымыз жоқ деп жатыр. Бұлар енді бұл құбыжық туралы білмейді ғой. Мүмкін Рипли бізге лидер болсын деп ой тастайды. Сонда Леонард бәрін жинайды, бәрін сабырлыққа шақырады. Енді бөтенді өлтіру үшін Рипли бұл жерде зерттей бастайды. Сөйтсе бұл түрменің ішінен бірақ қана шығатын жол бар екен. Демек бөтенді сыртқа шығарса, оны жарып жіберуге болады. Оны арнайы ол үшін сыртқа шығару керек те, есікті жауып тастау керек деп шешеді. Қолдарына не келеді, соның бәрін жасап жатыр. Кейбір жерлерге мұнай төгіп жатады. Алайда жоспарлардың біреуі быт болады. Бір жігіт отты қалтасына түсіріп алады. Ол тура сол мұнай жағылған жаққа түседі де, бүкіл жері жарылады. Қаншама адамдар осыдан мерт болады. Бір кезде бөтен де пайда болады. Олар әдейі бағанағы есікті ашып қояды. Біреуі сол жаққа жүгіргендей болады. Сонда бөтен соның ішіне кіріп кетеді. Мыналары бірден есікті жауып тастайды. Болды, бөтен енді қамалды. Әлгі ауру жігітті біреу күзетіп отырған еді. Сонда ауру жігіт қолымды босатшы деп жылай бастайды. Өтірік бейшара болады. Мынау жігіт аурудың қолын босатады. Бір кезде ауру жігіт әлгіні бір беріп талдырып тастайды. Сосын не істейді білесіздер? Әрине сол бөтен қамалып жатқан бөлме жаққа барады. Ол жерде де бір қара жігіт күзетте тұрған еді. Оны мына ауру жігіт өлтіріп тастайды. Сосын сол бөтеннің есігін ашып қояды. Әлгі талып қалған жігіт Леонардқа жетіп келіп болған жайтты айтады. Олар сол қоршау жаққа барса, күзетшісі мерт болыпты. Бөтен қашып кетті, бірақ әлгі ауру жігіт те мерт болыпты. Рипли болса өз-өзін жаман сезіне бастайды. Сосын сканерге жатып тексеріледі. Қасында Фрэнсис деген жігіт болады. Сонда ол сканер арқылы Риплидің ішінде бөтеннің баласы бар екенін көреді. Шошып кетеді. Рипли өзі де көреді. Оно внутри тебя. Это невозможно. Рипли осыдан кейін бөтеннің не үшін оған тиіспегенін түсінеді. Ол тағы да сол бөтенмен кездесуге барады. Біраз іздеп бөтенді тауып алады, алайда бөтен оған тиіспейді. Рипли Леонардқа келеді. Болған жағдайды айтып береді. Мен онымен кездестім. Ол маған тиіспейді. Себебі менің ішімде бөтеннің баласы бар дейді. Рипли Леонардқа мені өлтірші деп өтінеді. Бірақ Леонард өзінің шартын айтады. Бірінші әлгіні өлтірейік, одан кейін сенімен айналысамыз дейді. Рипли оған жақсы деп келісіп, бәрі дайындала бастайды. Жігіттердің кейбіреулері бас кезінде артқа тарта бастайды. Жақында көмекке келеді екен. Соған дейін ештеңе жасамай күте тұрайық дейді. Леонард болса, олар келгенше барлықтарыңыз жоқ боласыздар. Біз бәріміз негізі өлеміз. Алайда өлсек те абыроймен өлейік. Қорқақтар сияқты қашпайық дейді. Бәрі шабыттанып дайындала кетеді. Олар әдейі бөтенді лабиринтке кіргізіп, оны қамап тастамақшы болады. Міне осылайша бөтен бір жігітке атылады, оны ұстап алып еді. Сонда басқа бір жігіт көріп қалып, одан қаша бастайды. Қашып бара жатып есікті жауып тастайды. Басқа жақтан біреу пайда болып, бөтенді өзіне шақырады. Ол да қашып бара жатып есігін жауып тастайды. Біреулердің жолдары ашылса, біреулердің жолдары болмай, бөтені мерт болады. Біраздан кейін осы жерден корпорацияның адамдары келеді. Олар Риплиге келіпті. Фрэнсис оларды қарсы алады. Әр жақта Рипли мен Леонард бөтенді сырт жаққа қарай шығарады. Осы арада оның үстіне қорғасын құйылу керек еді. Бөтен тура керекті жерге келеді, сонда оның үстіне қорғасын құйылады. Бірақ бөтен қорғасының ішінен атып шығады. Сонда олар екінші рет оның үстіне қышқыл құяды. Бөтеннің денесі күйіп, осылай құлайды. Рипли мен Роберт деген жігіт қалып еді. Кейін Фрэнсис Риплиге бағанағы жігіттер де келеді. Әлгілер болса, корпорациядан келдік деп жатыр. Бишоп дегені бастық екен. Андроид емес, кәдімгі адам. Бірақ Рипли оларға сенбейді. Рипли басқа жаққа қарай қашып кетеді. Осы жерде Фрэнсис келген адамдардың шынымен не үшін келгенін түсініп, Бишоптың басынан бір береді. Бірақ басқа адамдар Фрэнсисті атып түсіреді. Ал Рипли болса, мені жаман нәрсеге қолданбайсыңдар деп, өзі де қорғасын құлайды. Робертті корпорацияның адамдары алып кетеді. Кино осылай аяқталады.